Қадірлі ағайын, бұл дүниеге кімдер кетпеген, пендені солай жаратқан. Өмірде адам деген атқа лайық өз орнын тауып, тұлға болып қалу адамдық парызың. Сен де өміріңді өкінбейтіндей етіп өмір сүр, ғұмырдың мәні мен сәні сол. Ұланғайыр даламызда бізге дейін де талай тұлғалар, небір сұңғыла саңлақтар өмірден өткен. Дүние кең, соған бәрі де сияды. Қара жер жомарт, ол бәрін де көтереді. 21 ғасыр күдік пен үміт тайталас болған заман. Ертең кім боламыз? Ұлт болып үй салармыз ба? Ендеше бір жыл тұтағашын өсірсең, ұрпағың соның 1000 жыл өнімін алсын десек, өмірің ұл қыздарыңа үлгі болсын. Адамдар ағаштың жапырағы секілді, біреу жоғарда, біреу төменде орналасады. Уақыты келгенде қурап жерге түседі. Адамзат та солай. Ендеше ұрпағың үшін жаныңның азығы болып, санасының қазығы бола біл. Ынтымақ ырысы, береке, бірлігі сүтті ұйыған, отбасында өскен ұл қызың өз ұрпағын рулық санадан елдік санамен тәрбиелемек. Ғасыр сырғып жылдар жылжыған сайын, ел ішіндегі көнекөз көреген шежіресі ескі әңгімелерді көңіліне тоқыған көненің көзі қариялар да азайды. Сол қарттардың айтқандарынан, жазғандарынан жинастырып, Аллаға сеніп, себек ата шежіресін қолға алған жайым бар. Өйткені бір әулеттен тараған туыстар бірін-бірі біліп, ағалы-інілі, апалы-сіңілі болып, жастайынан аралас-құрлас өссе дейсің. Үйі бірдің күйі бір, қуанышы бірдің мұңы бір деген, үлкендерін маңдайы жер еткенше сыйлап, әділетсіздікке төзбейтін, отбасы үшін отқа түсіп, ел үшін жанын қиған, кейінгі ұрпаққа өшпес өнеге қалдырған, шыққан тегімізді ұмытсақ кім болғанымыз? Дәуір алмасса да дәстүрді дәріптеп, бабадан қалған өсиет жалғастыру парыз. Ендеше үлкендер алдыңда жүрсе ақылшың, қасында жүрсе қамқоршың, артында жүрсе айқайшың болар, туыстардың кім екенін біліп жүру керек. Ертеде бір қария ауыл елді аузына қаратса, ұлдары апай төс, батыра танып, қыздары қылықты, бір қолымен бесігін, екінші қолымен туыс бауырды тәрбиелеген. Солар біздің әжелеріміз бен аналарымыз, апаларымыз бен жеңгелеріміз болатын. Біз солардың ұрпағымыз. Дөңгеленген дүние бір орында тұрмас. Адамды ауық-ауық түлетіп, заманды өзгерте берер. 50 жылда жер жаңа, 100 жылда ел жаңа деген бабалардың өмірлік таңдауы, ұстанымы шариғат, 5 парызын қазетпеген ескі жазбалардан білеміз. Тән тазалығын адалдыққа, қол тазалығын әділдікке, ар тазалығын мәрттікке балап, жан тазалығын иманым деп өмір кешкен. Олар ағайыншыл, әрі ырымшыл аталастарын басын біріктіріп, 8-ші атаға дейін туысқандықты араластырмай, тектілік нәсілді жіті бақылапты. Осылай қилы заманнан ашылы-тұшылы тағдырды басынан кешірген. Ата күлдігін дұшпанына бастырмай, данасы мен дарасын, биі мен батырларын басына көтерген. Тегін жоймай, жесірі мен жетімін жаутаңдатпай, көздегені қара шаңырақтың түтінін жүзу ұшыру болса керек. Осыны бір қалыптан шығармай, елдің көңілін тауып, ұйымдастыра білгені не деген кемеңгерлер дерсің. Тарих дөңгелегі қазақты егемен ел болып, төрткүл дүниеге танытты. Ұлттық бейнемізді түгендеп, жаңа заманның ұл-қыздарын білімді, иманды, саналы, озық ойлы, текті, әрі жан-жақты етіп тәрбиелеу әр қайсымыздың қасиеті, міндетіміз бен парызымыз. Демек, тек тұрпақ өсін десек, ұлтымыздың қазақы қағидасы мен салт дәстүрін отбасында асыру керекпіз. Ұрпағыңды кәсіпке баулы, кісінің ала жібін аттатпа, тегін білмейтін тексіз, жеті атасын білмеген жетесіз атанбасын. Бұл сөз ру намысын түгендеу үшін емес, ұлт пен ұлысты біріктіру үшін айтылған деп ұққан жөн.
Рулы ел болу үшін қазаққа үш-ақ нәрсе керек екен. Біріншісі елін бағатын бай бағланы, екіншісі елін жерін қорғайтын батыры, үшіншісі топқа түсетін ақылман би болғаны қажет. Осы үш нәрсе болғанда ғана жеті атаға толдық, жеке ел болдық деп ту бие сойып, жаңа рудың шаңырағын көтеріп, аталық тағайындайтын болған. Қазақтың халық шежіресі сілімдерін сонау тарих атасы Геродот жазбаларында, Қытай, араб, орыс тағы басқа дерек көздерінде Қашқаридың күллі түркі халқына ортақ мұралардан қазақтың тарихын зерттеген Радылов, Бартолд сияқты әйгілі ғалымдардың еңбектерінде, Аристовтың тікелей түркі шежіресі жазбаларынан және Вамберидің көне Қытай деректамасынан табуға болады. Профессор Кюнер Баягулер 7 ғасырда моңғол жерлерінің Теріскей мен Байкөл маңын мекендегенін жазған. Түркі қағандығы, екінші шығыс түркі қағандығының тарихында Беріш тайпасының себек тармағы айтарлықтай із қалдырғаны белгілі. Жапон ғалымы Эсседи қарлық хандығы 3 тайпадан емес, 4 тайпадан құрылған. 4-ші тайпасының есімі себек екенін дәлелдеген. Екінші шығыс түркі қағандығының іргетасын қалаған Ақылгөй, Тонүйек, Тоныкөк Беріш тайпасының себек тармағынан деп жазған. Ал Қытай тарихшысы Ма Шаңшу Тонүйек Алтайдағы қара ертісті мекен еткен Қарлық елінің себек тайпасынан шыққанды адам деп жазады. Қазақстан тарихы, көне тарихы Алматы 1993 жылғы 16 бетте көрсетілген. Себек деген елшінің Қытайды билеген Цян Цун патшаның қабылдауында 3 рет болғандығын жазады. Ал себек болса кіші жүздің Байлы тайпасының Беріш бөлімінің рубасы, яғни ел басқарған белгілі адам екен. Бұл шежірелік дерек жөнінде 17 ғасырдағы ағылшын саяхатшы Джон Кейстел жазып қалдырыпты. Ендеше ғасырлар бойы қалыптасқан рухани қазынамызды, салт дәстүрімізді өшіріп алмай, ұрпақтар ұрпаққа жеткізу бізге аманат. Мен тарихшы болмасам да бұрыннан бұрын барын жиып, жоғын түгендедім. Сен де солай істе, бауырым. Соңғы жылдары қазақ руларының шежіресін жазылған үлкенді кішілік кітаптар көптеп жарық көруде. Демек шежіре халықтың қасиетті мұрасы, өткен тарихымыз. Оған деген жұртшылықтың, әсіресе жастардың ықыласы бөлек. Ата тегінің кім болғанын білгісі келеді. Ұрпақ сабақтасы деген осы. Өлшеліп берген өмірді қалай сүру әр адамның өз қолында. Алыс жақында қамқор болып, еңбектенген, абырой тауып, ұрпақ өсіріп, азаматтық парызды атқарғанда ғана елдің есінде қаласың. Артында қызы бардың ізі бар, ұлы бардың өзі бар деген аталарымыздың сөзін ескеріп, шежіреде бірге туғандардың да аты өшпеуі тиіс. Себек аталықтарында билері менен батырлары, әулиелері мен қоғам кеңес, партия қызметкерлері, ғылым білім беру саласында ерен еңбегімен елге танылған баршылық. Оларды ұлау, ұмытпау, еске сақтау кейінгі ұрпақтарға парыз. Қайсы бір еліне адал еңбек етіп жасап жүрсе, енді бірі зейнет жасында, ал жастары ата, әке, аға жолын жалғастыруда. Пейілдері далқан даладай, жомарттығы мен мәрттігі бар асыл аға аталардың атқарған ісі мен өнегесі ұл-қыздарымызға үлгі боларлық өмір мектебі екені даусыз. Ел мен қоғамға қосқан өлшеусіз еңбектерін елеп ескеріп отырсақ, жас ұрпақтың қиялына қанат бітіп, арман тілегі асақтары сөзсіз. Бабаларымыз өз әулетінің, ру тайпасының шығу тегімен өсіп өнуін туралы деректерді бір ұрпақтан екінші буынға ауызекі әңгіме түсірінде табыстап кетіп отырған. Есіңде болсын, көргені жақсы көш бастайды, басына бақ қойса тасымайтын, бағы тайса жасымайтын ұрпақ өсіріп, ұл өсірсең азамат тәрбиелейсің, қыз өсірсең ұлт тәрбиелейсің дегенді естен шығармалық ағайын. Тектіден текті туады, текті тұқым болады деген қағида отбасында балаға туыстардың, нағашыларының, ата-бабасын, жеті атасының аттарын жатқа білгені дұрыс. Мақсат ұл-қыздарымыздың өз туыстарын біліп, қайырудан қыз алып, қайыруға қыз беруге болатынын білудің отбасы тәрбиесіндегі мәні өте зор. Қазақта
бой түзеу деген сөз бар. Ол атақты, абыройлы, ел сыйлайтын азаматтарға қарап өссін, соларға ұқсасын, еліктеп жақсы жақтарын қабылдап бойына сіңірсін дегендік. Өшпес өнегесі бар, рухы мықты, өресі кең, өрісі кең, жаны жайсаң, мейірімі мол ұл қыз өсіріп, тәрбиелесек, иншалла мерейіміз үстем болмақ. Ұзақ жылдар қызмет бабында жүргеніммен әңгіме білетін көнекөз қариялардан естігендерімді қағазға түсіріп, беріш себек шежіресін шығардым. Ізі өшіп, аты жоғалмасын деген ниет тілек қана. Шыққан тегіңді, тамырыңды білу, тарихыңды білу, руға бөліну деген сөз емес. Халқымыздың өмірбаянын өрнектеуде өлшеусіз еңбек жасаған Аман Жолов, Арғынбаев, Мұқанов, Тынышбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшбүр Жүсіп еңбектерін, қазақтан шыққан тегі, ру тайпаларының қалыптасу тарихы, тағы басқа жазбаларынан талай деректер, мағлұмат табуға болады. Ел құрметіне бөленгендерді ата, ақсақал, абыз атандырып ардақтаған. Олар өз кезегінде денсаулықты, ақжаулықты, онсаулықты байлық санапты. Ойшыл бабаларымыз табиғи қалыптың, зерделіліктің үлгісі болған. Ой пікірін үнемі әдептеп, татымды тұздықтап, мақал мәтелдерге майын тамыза әңгімелесе, аталы сөзге құлақ қонақ беріп, әзілқой дала данышпандары азаматтық пен адамгершілікті ту етіп, кейінгілерге ел бірлігін аманаттап кеткен. Біздер солардың кіндігінен шыққанбыз. Саған айтар бір сыр бар мылқау тастыңда, өткен күннің бір белгісі жатыр жердің астында, жер астында жатқан баба құлақ түріп қияқты, сенің барлық ісіңді тыңдап жатқан сияқты деген ұлағатты сөздерін ескеріп орындасақ, көргенді ұл қыз көргенін істесе, сонда ғана жаһандануға жұтылмаймыз. Шежіре әр үйдің қасиетті де қадірлі, бағалы мүлкіне айналатынына сенемін. Өйткен кейінгі жас өскін, өзінің ата тегін, тума туысын, ру тайпасын білуге құштар. Жазылған деректерді пайдаланып, жеті атаңды, туған туысқандарын танып жүрелік. Ендеше ар алдында да, Құдай алдында да, ұлт алдында да, қоғам алдында да бар пейіл ниетімізбен, адамдық борышымызбен адал атқара берейік, бауырлар. Міне осыны пайдалана отырып, мен соңғы 50 жылда беріш себек шежіресінің басып кітап қылып шығарып, ел соның қызығын көріп, қолдарында ұстап отыр. Тыңдағандарыңызға рахмет.